Саламатсыздар. Мен сіздерге бүгін карандаштардың түрлерімен таныстырғым келіп жатыр. Ол әртүрлі карандаштар болады. Мысалға, мынау карандаштар өте жұмсақ бояйды. Star Wars өте жұмсақ. Мыналар қалың. Color pens деп аталады. Қатты. Бұлай түріне қарағанда өте жұмсақ сияқты, бірақ қатты боялады. Қазір бояп көрсетем. Фломастер. Фломастердің түрлері де өте көп. Мынау анық-қанық шығарады. Color Peps. Тоже 12-лік. Кейін мынандай фломастерлер бар, кішкентай. Бұлар тез түсі таусылады. Бұларды алуға кеңес бермеймін. Мынау фломастерлер жақсы мына. Мыналар онша емес, тез түсі өшіп қалады. Карандаштардан да мынаны алуға кеңес беремін, жаңағы бірінші көрсеткен. Мыналар онша емес, орташа. Тағы фломастер менде. Бұлар тоже орташа. Түстері тез кетіп қалатыр. Мен уже бояп көрдім. Онша емес, орташа. Кейін кисточкалар. Осылай баночкаға салып қоясыздар. Сатып алғаннан гөрі тіке таза болып тұрады. Кисточкалардың түрлері менде өте аз. Кейін сатып алған кезде обзор жасап көрсетемін. Тағы не көрсетсем болады. Мынау 900 теңгелік фломастер. Магазиндерде сатады. Қытай производствосы. Боямасы да орташа. Қазір бояп көрсетемін.